қару-жарақ пен әскери техниканы жазғы мерзімге қолдануға мерзімді қызмет көрсету шаралар өткізіліп жатыр. Бұл шаралар екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең дайындық кезеңі, екінші кезең практикалық мерзімді қызмет көрсету кезеңі болып табылады. Барлық сұйықтықтар түгел ауыстырылады, трансмиссия бөліктеріне майлау іс-шаралары жүргізіледі толыққанды. Осы практикалық кезең біткеннен кейін бөлімшелер арасында олардың әрбір әскери техника мен қару-жарақтың техникалық пайдалану коэффициенті анықталу қажет.